Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлім. Бүгін баклажаннан рулетиктер дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым. Міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен баялдыны, яғни баклажанды видеода көріп отырғандарыңыздай турап аламыз. Менде қалыңдығы 1-1,5 сантиметр. Сондай-ақ бізге жұмыртқа, ұн және де сухари қажет болады. Алдымен баклажанды ұнға аунатып аламыз. Артынан жұмыртқаға аунатамыз. Соңында сухариге аунатамыз. Менде дүкеннен алынған панировочный сухари, сіздер үйден жасасаңыздар да болады. Осылайша баклажанның барлығын ұнға, жұмыртқаға және сухариге аунатып шығамыз. Баклажандарды осылайша дайындап алдым. Енді қызып тұрған майда қуыратын боламыз. Осы рулетикті жасау үшін сіздерге ұзын баклажан алуға кеңес беремін. Егер де баклажандарыңыз қысқа болып қалатын болса, рулетиктарыңыз дұрыс оралмай, дұрыс шықпай қалады. Қызанақты осылайша турап аламыз. Майонезге чеснокты күштен өткізіп саламыз. Артынан тұз сеуіп, барлығын араластырамыз. Енді рулетиктерімізді орауға көшеміз. Алдымен майонезімізді толықтай жағып аламыз. Артынан салат жапырағын қойып, қызанақты қойып ораймыз. Ортасына зубочистканы салып, помидор черриді үстіне осылайша сәндеп қойсаңыз болады. Біздің осындай өте дәмді әрі ерекше рулетиктеріміз дайын болды. Кез келген дастарханның сәнін ашатынына өте сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.